Assalomu alaykum. Fotorelesiмен, жарықшамын, магниттік пускательмен, яғни электромагниттік контактормен қосып көрсететін боламын. Ең әуелі электр схемасын сызып көрсетейін. Мынау фоторелесі болса, фоторелесінің 3 сымы бар. Бір сым, фоторелесінің бір сымына фаза береміз. Ал екінші сымына бұл 0 береміз. 0. Ал үшінші сымы бұл, яғни жүкке баратын сымы. Бұл жерде фоторелеге қарау керекпіз. Фотореледе менде қызыл сым бұл электромагниттік катушканың контактісіне баратын сым, яғни электр шамы қосқан кезде осыған қосамыз. Қара сым менде фаза келеді, ақ сым менде 0. Әр фотореледе әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан да фотореленің несіне инструкциясына қараймыз. Мына жерде қара сым келеді, мынада ақ сым, мына жерде қызыл сым менде, яғни электромагниттік катушкасына барады контактордың. 0 менде екінші жағына барады. Одан кейін біздің контактордың 3 контактісі бар, 3 немесе 4 контактісі бар. Бұған кез келген 3 фазаны біреуін берсек болады. Мына жерде электр жарық шамын осыны қоса аламыз. Кез келген жарық шамдарын. 0 бізде бірдей болады барлығында. 0-ді контакттар арқылы қоссақ та болады былай. Кейін 0-ді контактордан шыққан 0-ге қосамыз. Бұндай электр схема қандай жағдайда қолданады? Мысалы бізде фоторелейнің контактысы 10 амперден жоғары артық көтермейді. Көп болса 2 киловаттың шамасында көтереді. Ал мысалы кейбір жағдайда көше жарық шамдарын қосу керек болады. Прожекторларды мысалы 70, 80, 100 одан да көп. Сол кезде біздер мындай контакторды қолдану арқылы, электромагниттік контакторды қолдану арқылы қоса аламыз. Кез келген электромагниттік контактор таңдалады. Жалпы электр қуатына байланысты қанша электр шамын жалпы қойын деп, қанша прожектор қойын деп жатырсыз, соған байланысты сіз кез келген контакторды қойсаңыз болады. Мына фоторелесінің мына жерде қара сым менде фаза, ақ 0. Автомат келіп тұрған фазамен 0-ге жалғаймын. Бұл жерде айтқан кезде тарату қорашағының ішіндесе де жалғасуға болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Негізі басқару бөліммен күштік бөліміне бөлек-бөлек бір полисті автомат қойсаңыздар дұрыс болады. Одан кейін фоторелеге баратын 0-ді 0-ге жалғаймын, жалпы 0. Фоторелеге фазамен 0-ді бердік, және 2 сымды шығарып қойдық. Фотореленің қызыл сымын электромагниттік катушкаға жалғайтын боламын. Контактордың кез келген мына жерде A1, A2 контактысы тұр, соны жалғаймыз. A1 контактысын жалғаймын. Одан кейін 0-ді 1-ге жалғаймын. Контактордың A2 контактысынан 0 шығарамын. 0-0-ді мен баратын 0-ге қосамын. Мына жердегі. Одан кейін мына фаза сымын мынаған жалғаймын. Одан
Андан кейін контакторден фазамен 0 келетін болса, немесе 3 фаза келетін болса, оған жалғаймыз. Электр шамдарын жалғаймыз. Мінекей электр схемамыз дайын болды. Енді қосып тексеріп көрсек болады. Автомат қосам. Фоторелейнгіні қараңғылаймыз. Міне осылай фоторелеймен басқарса болады екен контакторлерді. Егер видеоролик ұнап жатса, лайк басып пікір қалдырып кетеміз. Сау болыңыздар.